Енді өздері айтып отыр ғой, сыртта жүреміз, көзіміз шалып қалар. Бәрі де болар. Осы жобасыз-ақ ел үйленіп, ел малды баранды болды ғой. Бәлкім сол жол Құндызға да жазылған шығар. Сондықтан Құндыз қоштасу рәсімін бастайық, ортаға шақырайық. Келе ғой. Талай жол жүріп өттік осы жобада сенімен бірге. Кел, ортаға тұрайық. Өкінішті осылай аяқталып бара жатқаны, арманымыз сенімен кәдімгі ұзатуда қоштасу еді, бірақ жазмыштан озмыш жоқ. Ешқашан ешкім озалмаған. Қайырлысы, әр істің бір қайыры болады. Түбінде бұлай кетіп бара жатқаныңда бір қайыры бар шығар. Ең кем дегенде адал болып кеттің, қандай мағынада? Қателікті жасадың, және оны ашық мойындап, ашық айтып, неге кетіп бара жатқандығының тізбектеп бергенінің ішінде менің де ойымнан шыққан сөздер өте көп. Сондықтан түсіндің деп ойлаймын. Және өзімді өзім жазалау дедің ғой. Кейде өзімізді өзіміз қателіктеріміз үшін жазаласақ, бәлкім қателіктер болмайтын да шығар. Құндызбен өткен 6-шы маусымдағы жолымыз жайлы видео дайындадық, соны көрейік, қоштасайық. Қазір еске түсіп кетеді, осылай жылатады. Жек көремін осындай сәттерді. Қазір қатысушылар ортаға келіп қоштасуға болады, бірақ әуелі маған қызық Әділет. Сен қоштас бірінші. Не дер екен? Енді бүгін мен әшін келген жоқпын. Бүгін айтар сөзім де бар. Біріншіден сен кешірімді сұрағым келеді. Дедік, осы 3-4 күн ішінде кәдімді болып кетті. Шыны керек, біз даже сөйлескен жоқпыз да, мен жазған жоқпын, Құндыз жазған жоқ. Айтарым, мен көп нәрседен қорықтым, Құндыз. Мысалы, эфирдің сыртында да айтқам, мен бұл жақта жұмыс істеу үшін келдім, бұл жақта участник болғым келмейді, мен бұл жақта сындардан қорқам. Елдердің айтқан сөздерінен қорқам. Потому что сондай жағдай болып қалады деп ойладым мен. Содан қорыққаннан өте көп өтірік алдап қойдым. Я всячески пытался избежать вот этого всего. Қашып жүрдім. Но бір нәрсені сен точно білесің. Мен оны даже қайталап айтайын. Құнды сен маған өте қатты тоже ұнайсың. И мен сені таныс көргім келеді. Таныс көргім келеді. И сұранатынын өтініш кетпей қойшы. Осы танысымды қабыл аласың екен. Жұмыс істесем де, но ради себя можно рискнуть. Сын болсын, кім қанша не айтады сөздер, не болсын. Я просто решил то, что, все равно. Главное, чтобы с тобой поговорить, сенімен таныс көргім келеді. Болды, айтар сөз болсын.